Арыс қалалық мәслихат хатшысы Амантай Байтанаев депутаттармен бірге оңтүстік ауыз суының жұмыс қарқынымен танысты. Айта кету керек, бұл игі іс Нұр Отан партиясының сайлауалды өзгерістер жолы әр адамға лайықты өмір атты жол картасын іске асыру бойынша ұйымдастырылған. Аталмыш партия Арыс қаласын дамыту, халықтың өмір сүру деңгейін арттыруда сайлауалды бағдарламаның жеке инвесторлар есебінен өңдеу, ауыл шаруашылығы және шағын орта бизнес салалары бойынша 7 жобаны іске асыру жоспарланған. Осы жол картасын іске асыру аясында мәслихат хатшысы Байтанаев Амантай мәслихат депутаттарымен бірге кестеге сәйкес Нұра су құбыры оңтүстік ауыз су филиалында көшпелі кездесу ұйымдастырып, тұрақты экономикалық даму және халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған жұмыс қарқынымен танысты. Көшбасшы партиямыздың сайлауалды бағдарламасына сәйкес азаматтарға лайықты өмір бағдарламасы іске асыру мақсатында жол картасы аясында жұмыстарымыз жалғасып жатыр. Бұны партия мүшелері, фракция мүшелері бүгінгі таңда осы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын жасау бойынша, соның ішінде Арыс қаласын дамыту бойынша 7 басымдық қойылған. Осы басымдықтарды іске асыру бойынша соның ішінде таза су қамту бағдарламасы қойылған. Бұл межеде 5 жылға бізде үлкен жобалар болып отыр. Соның ішінде 3 елді мекенді таза сумен қамту мәселесі бойынша қаламызда 20 километр болатын құбырларды жаңадан ауыстыру мәселесі бойынша, одан кейін 7,5 километр шақырымға 700 мм трубалармен қамту, яғни судың халыққа беру мәселесі бойынша осының кеңесін кеңейту мақсатында осының жобалар қойылған болатын. Жалпы бағдарламаның аяғында, яғни жалпы осы қала тұрғындарының 91,6%-ын осы орталықтандырылған су жүйесімен қамту мәселесі қойған. Осы орайда партия мүшелері осы партияның сайлауалды бағдарламасын басшылыққа ала отырып, бүгінгі таңда осы таза су қамтамасыз ету бағыты бойынша біз қаламыздағы оңтүстік сушар мемлекеттік мекемесінің филиалына келіп, осы жердегі су сапасы, суды қала тұрғындарға жеткізу, су қысымын қамтамасыз ету мәселесі бойынша жұмыстың егжей-тегжей қарап көріп шықтық. Яғни бүгінгі сапар барысымызда судың айтқанда сапасын, тазалығын қамтамасыз ету мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысып шықтық. Оңтүстік ауыз су филиалының басшысы Ибраимов Нұртай тұрғындарға судың қалай берілетіндігі жайлы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сұрақтарға жауап берді. Танысу барысында бірінші су сорғыш станция, су көтергіш және арнайы бассейнмен танысты. Ал қазіргі уақытта мекемеде жергілікті тұрғындардан 113-ке жуық жұмысшы қызмет атқарады. 9756 абонентіміз бар, 232 юридический лицамыз бар. Енді соның ішінде магистралдық тұрбамыз 33 километр, 30 километр магистралдық тұрбамыз, 240 тарату құбырымыз бар. Енді основной бізде жаңағы су құбырымыз Ағдала су құбыры, Ағдала су құбыры бар, 2300-ден 2 резервуарымыз бар. Осы ескі су қоймасы 5000-нан 2, 10.000 су құбыры бар, 10.000 текше метр. Одан кейін стадион су реттегіш су құбыры бар, ода 3000-нан 2, 6000 резервуар бар уақытта. Енді основной халыққа үздіксіз тәулік бойы су берудеміз. Бірақ ешкім енді арғы бетіміз бар, Задария елді мекені, осы елді мекенге ешкім бізге суыңыз нашар, мынандай не деп ешкім әлі келген жоқ. Айта кетейік, Нұра су құбыры 2007 жылдан бастап тұрғындарға сапалы қызмет көрсетіп келеді. Қазіргі таңда мекеме Арыс қаласы, Ағдала, Онтам, Сырдария елді мекендерін ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Гүлбану Омархан, Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.